Қайырлы күн. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз етістіктерге арналады. Яғни les verbes. Француз тілінде етістіктердің 3 түрі бар. Яғни етістіктер 3 топқа бөлінеді. Бірінші топ және екінші топ, үшінші топ. Солардың әрқайсына жеке тоқталатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Сонымен бірінші топ етістіктері ө-ға аяқталады, яғни олардың окончаниялары ө-х әріптеріне бітеді. Мысалы, regarder, éviter, parler деген сияқты. Қараңыздар, барлық осы жердегі етістіктердің барлығы да бірінші топ етістіктері, себебі олар ө-ға аяқталады. Тек але етістігінен басқа. Але етістігі бірінші топ етістіктерінің қатарына жатпайды. Ол исключение болып табылады. Ол үшінші топ етістігіне жатады. Оның жүктелуі басқаша болады. Қараңыздар, regarder, éviter, parler, aimer, écouter, яғни бірінші топ етістіктерінің барлығының да жүктелуі бірдей болады. Оның жүктелуін келесі сабақта өтетін боламыз. Екінші топ етістіктері и-ға аяқталады. И-х болады, яғни олардың окончаниялары. Мысалы, grandir, choisir. Осы екінші топ етістіктері де и-ға аяқталады және олардың жүктелуі барлықтарында бірдей болады. Үшінші топ етістіктері бұрыс етістіктер деп аталады. Олардың бұлай аталу себебі олардың нақты бір окончаниялары жоқ, бірдей емес, яғни. Тек қана біз оларды қараңыздар и-х, о-и-х, х, ö әріптеріне бітуі мүмкін. Осы етістіктер, яғни соңы осылай болып тұрса, онда үшінші топ етістіктері екендігін біліңіздер. Және тіпті дегенмен и-ға аяқталғанмен, мысалы, үшінші топ етістіктері кейде екеуінің жүктелуі, екеуі де и-ға аяқталып тұрса да, олардың жүктелуі әртүрлі болады. Сондықтан да бұл үшінші топ етістіктерінің жүктелуін жаттау керек болады. Яғни жүктелу дегенді түсініп тұрсыздар ма? Мысалы, қазақ тілінде айтамыз ғой, мен барамын, сен барасың деп айтады. Сен барамын деп айтпаймыз, онда ол қате болады. Сол секілді француз тілінде де je, мысалы, je partir деген глаголды алайық. Je pars, tu pars деп айтамыз. Оларда окончаниялары бөлек болады. Үшінші топ етістіктері partir, vouloir, prendre. Неке. Алдағы уақытта, Алла қаласа, етістіктердің жүктелуін нақтырақ өтетін боламыз. Әрбір топ етістіктеріне жеке-жеке талдау жүргізетін боламыз. Сондықтан да егерде бұл ақпарат сіздер үшін маңызды, пайдалы болған болса, лайк басып, комментарийде пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ француз тіліне қызығушылығы бар, оқығысы кеп жүрген достарыңызбен каналды бөлісіңіздер, бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.